Рахмет, Дания Мадиевна. Құрметті Ержан Сапарбекович, өткенде парламенттік тыңдауларда мен сұрақ қойып едім. Сіздің орынбасарыңыздың сұрағына мен қанағаттанбадым, сондықтан қайталауға мәжбүрмін. Жалпы сіз 1,5 миллион камерамыз бар, 58% қылмыс ашылып жатыр деп жатасыз ғой. Қарапайым сұрақ, неге жоғалған, ұрланған смартфондар табылмайды мысалы? Сіздің орынбасарларыңыз Лепеха мырза болсын, Сәрсенов мырза болсын, смартфондарды шашып тастайды да Қырғызстанға алып кетеді, біз таба алмаймыз дейді. Мысалы енді участковый несіне участковый, егер де ол участковый деген өзінің аймағында, мысалы Артем базары бар ма, мысалы қанша нашақор, қанша бандит, қандай адам ұры бар екенін білу керек. Участковый сонысымен участковый, сіз оны білесіз ғой. Сондықтан да енді бақандай департамент К деген кибер қылмыспен күресіп жатыр деп айтып жатсыз мысалы. Мен оны неге айтып отыр дейсіз ғой, 1,5 жыл болды, Есіл РОВД-сінде мен заявлением жатыр, әлі жарайды, мені қойшы, жалпы қарапайым халық смартфонын жоғалтып болады, ішінде өзіне қымбатты суреттер болады, ата-анасының суреттері деген сияқты. Байланыс, енді бүкіл байланысымыз, өміріміз смартфонмен байланысты ғой мысалы. Соны қарапайым смартфон таба алмай жатқанда біз бір жоғары, бір глобалды нәрселерді айтқан кішкене қызық көрінеді екен. Сол смартфонды қашан табамыз? Рахмет. Сұрағыңызға жауап берейін. Жалпы енді ол бір сервис схемамен кірген болу керек, өйткені шынымен таба алмай жатырмыз оны. Айтқансыз да, бір анау болады ғой, ана пиратский дейді, сондай болуы мүмкін. Қарау керек, ол себепте тоже мұқият қарау керек, қай жерден сатып аласыздар. Жалпы проблема бар. Жаңа енді айтасыз, камера дейсіз, участковый дейсіз, әрине енді кемшіліктерді бар, бірақ жалпы жұмыс істеліп жатыр, оған күнделікті жаңағы сын, тағы да басқа осындай мәселелерді біз ескереміз. Жалпы әр қылмысты ашқанда, жаңа айттым ғой, тергеу туралы айтқанда мен айтып кеттім ғой, тергеуші осыны қарайды да, причины дейді, мотивы, причины, осының бәрін зерттейді. Содан кейін жаңағы басқа службаларға осының бәрін береді. Қандай себеппен, қандай жаңағы мотивтар болды осы қылмысты істеу үшін деген. Осының бәрін қараймыз. Енді өкінішке орай сіздің, мен ойлаймын, тағы да мына жерде әріптестеріміз отыр, міне тот же Лепеха сидит, Адилов сидит, аша алмай жүргендер. Біз қараймыз. Жалпы өте маңызды сұрақ, дұрыс айтасыз. Біз оны сонан кейін жаңағы немелерді қараймыз, дұрыс айттыңыз. Места сбыта дейді. Ол жерде бақылау жүріп жатыр енді. Бұл жерде камера емес, жедел жұмыстың немесі нәтижелері қараймыз.